Сәлем достар, бүгін біз мінекей әдебиеттен бір жазамыз. Мінекей ақын адамдық диқаншысы өлеңде адамның қандай қасиеттерін көрсетпек болған ойыңды жаз. Қасиеттер еңбекқорлық, адамдық, диқаншысының жақсылығын көрсетеді. Екінші тапсырма. Егіннің бастар мысалында мына бидайдың жалғыз өзінің басын көкке көтеруінің себебі неде? Себебі В жауабы, яғни дәні жоқ болғандықтан. Мысал мазмұнына сәйкес келетін мақал мәтелдерді белгіле. Д. Себебі ол егіннің бастары өлеңіне айтылған. Ол кезде біз өзеннің қисықтығын білмей, өзгенің түзулігін білмейді деген. Енді достар, төртінші тапсырма. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атам Қожа» повесінің алғашқы атауы А. Өзім туралы повест. А деген жауап. Достар, міне бізде бесінші тапсырма сәйкестендіру керек. Бізде міне мен сіздерге көрсетіп қойыппын. Бірінші құрмет көрсету, яғни жетінші нөмірге барады. Екінші өр көкірек, яғни тәкаппар деген 8-ші нөмірге барады екен. 3. Менсінбеу, шекірейіп қарау, ол 5-ші нөмірге барады, яғни менсінбеу. 4. балау, ол 6-ші нөмірге кіреді, тең көру. 6. Төмендегі суреттер мен бөлімдерді жұпта. Бірінші сурет біздің менің атым дегеннен басталады. Ал екінші жолдама жайында. Достар, бұл сурет көрмейтір білемін. Мен мынаның бәрін тауып болған соң осы сурет қалды және осы сөз қалды. Солай сәйкестендірдім. Енді үшінші сурет ол құпия кеңес. Ал біздің 4-ші суретіміз Сәйбек қарттың әңгімесі. Достар, 7-ші тапсырмада жазуға ыңғайлы емес, өйткені екі-ақ жол бар екен. Сол үшін мен дәптерге жазып, сіздерге қазір түсіріп жіберемін. Достар, міне 7-ші тапсырма. Қожа төбінде адам болатын бала деген тақырыпта дәлел жазу керекпіз. Біз осылай 40-50 сөзден деді, мен де солай жаздым. Енді оқиық. Қожа түбінде адам болатын бала. Себебі ол намысшыл, арманшыл. Негізі армандасақ, арманымызға еңбекпен жетеміз. Қожаға сыныптасы Жантас ұнамайды. Ол Жантас қожаға тиісіп, үнемі артқа тартып, мазақтайды да жүреді. Жантас олай істемесе, қожа ақылды болатын еді. Қожаның әжесі оны алға тартып жүреді. Себебі Майқанова апай оған ұнамаса да түбінде адам болатын бала деп айтты. Сол бір сөздің арқасында қожа тәртібін жөндеп, үздік оқушылардың қатарында. Осылай адам өзін алға тартса, барлығын жасайды. Сау болыңыздар достар. Мен де осы YouTube арнамды дамыту үшін өзімді алға тартып, барлығын жасаймын.